Баршаларыңызға сәлем. Бүгін ең керемет жасалатын чебурекидің рецебін ұсынамын. Төменге барын жазып көрсетіп кетемін. Алдыменен қамырды илеу керек. Ол үшін жылы суымызға тұзды салып, араластырып, ұнымызға бір жұмыртқамызды жарамыз. Жылы суымызды құйып, жақсылап тұрып, қаттылау етіп, қамыр илейміз. Қамырымыз қыздар қатты болуы тиіс, бірақ әркімнің жаңағы қолданып жатқан ұны әртүрлі болады. Бірақ осы мен көрсеткен көлемде илесеңіздер, қыздар қателеспейсіздер. Мен ылғи осы көлемде илеймін, сонда менің жаңағы қамырым қаттылау. Енді прям сонша қатты болып кетпейді, бірақ жаңағы біз күнделікті илейтін жаңағы мантыға, тұшпараға илейтін қамырдай болып шығады. Жақсылап тұрып қамырды илеп аласыздар. Ені қанғанша жақсылап тұрып илеу керек болады. Қамырды илеп алып, жаңағы кішкене бір 10 минутке қоя тұрамыз. Қыздар, менің қамырым жақсылап тұрып иленді. Қамырым дайын. Енді салмасын жасаймыз. Ол үшін біз тартылған етке бір пиязымызды тураймыз. Қыздар, пиязды әртүрлі етіп турауға болады. Мен жаңағы ылғи осы видеоларымда айтам, маған ірі етіп тураған ұнайды пиязды. Сол себепті мен ірілеу етіп тураймын. Ал сіздер енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Жалпы чебурекиге осы пиязды көбірек қосқан өте дәмді болып шығады, шыны керек. Сондықтан да көбірек қоса беріңіздер, ештеңе етпейді. Кейін осының үстіне дәміне қарай тұз, дәміне қарай бұрышты қосасыздар. Және де мен азғантай мөлшерде сұйық май қостым. Бірақ қыздар, егерде тартылған еттеріңіз қатты майлы болатын болса, онда сұйық майды қоспауларыңызға болады. Мен азғантай мөлшерде құйдым. Жаңағы маған мысалы чебурекидің ішінде сорпасымен болған қатты ұнайды. Сол себепті мен жаңағы сұйық май қостым. Араластырамыз. Біздің жаңағы салмамыз да дайын болып шықты. Енді бағанағы қамырымызды алып, үстінен тағы да бір рет араластырамыз. Кейін осы қамырымызды бөліктерге бөлеміз. Жалпы есеппенен, шамаменен осы жаңағы қамырдан бізде бір 15-16 шақты жаңа чебурек шығуы керек. Міне қазір осылайынан бөліп аласыздар. Кейін оқтауменен ысып аласыздар. Жалпы егерде бұлайынан жаңағы бөлек-бөлек жасағыларыңыз келмесе, онда үлкен етіп жайып, кейін дөңгелектеу етіп, кесемен немесе кесенің размерінде етіп дөңгелектеп кесіп, барлығын бірден салып шығуға болады, немесе осылайынан жаюға болады. Осылайынан мен жайып алдым. Осы жайған жаңағы қамырдың бір жақ шетіне саласыздар қамырын, бір жақ шетіменен қазір жабатын боламыз. Міне бір жақ шетіне мен қамырды салдым. Кешіріңіздер, салманы салдым. Салманың жаңағы қамырдың екінші шетіменен оның жабамда шеттерін, міне қыздар, шеттерін өріп көрсеттім. Жалпы егерде өруді білмейтін болсаңызда, онда жай ғана жаңағы шанышқымен, яғни вилкаменен үстін басып шығуға болады. Немесе жай ғана жаңағы қолдарыңызбен жай қысып шығасыздар. Міне осындай болып шығады менде. Тағы да біреуін сіздерге көрсетемін. Қамырды жайып аламыз. Қамыр тым қатты жұқа болмауы тиіс, тым қатты жіңішке болмауы тиіс. Мен айтатын болсам, шамаменен біз жаңағы тұшпара жасаған кезде жасалатындай етіп жаясыздар, бірақ кішкене азғантай ғана мөлшерде қалыңдау болу керек. Енді осы қамырдың үстіне жаңағы салмамызды саламыз да, жаңағыдай бірінші позициямызды қайтадан қайталаймыз. Барлығын қыздар осындай етіп жайып шығасыздар. Шеттерін қысып шығасыздар. Егерде қысуды жаңағы білмесеңіздер, онда жай ғана жаңағыдай шанышқымен немесе қолменен жай жасауға болады. Ол міндетті емес. Енді барлығын осылай етіп жайып жасап шығасыздар. Қыздар, міне менде осылай болып шықты.
Мен жаңағы кейін майды ерітесіздер, мен табама мән бермеңіздер. Бұл ең керемет таба, шын айтса қанша табаларың үйде болса да, майды міндетті түрде қызып тұрған майға саласыздар қыздар, ол міндетті түрде әйтпесе жаңа май жұтып алады. Мен осылайынан орап қоям, суып қалмау үшін. Міне осындай керемет болып шығады қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.